Бисмилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Құбыла медианың көрермендері, бүгін бізде қонақта ұстаз Арсен ұстаз. Бұл кісі Нұр-Мүбарак университетінің түлегі және Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистрі. Бұл кісі қазіргі кезде әртүрлі діндерді зерттеп жүрген кісі. Қазіргі кезде соның ішінде ислам психологиясы дейтін мәселе бар, New Age бар, 20-шы ғасырда бастап алатын New Age бар. Сол салаларда және сондай бағыттардың барлығын, сондай идеологиялардың барлығын зерттеп, тереңірек ғылыми зерттеп жүрген жас ғалым деп айтуға болады бұл кісіні. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдік. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы бүгінгі тақырып, біздің қозғалып отырған тақырыбымыз бұл біздің Қазақстандағы ислами психология немесе ислам психологиясы мәселесі. Жалпы өзіңіз соңғы кезде өзіңіз жиі талқылап жүрсіз және мына михрабтағы подкастта да осы мәселені қозғап кеткен болатынсыз. Кіріспе ретінде біз алдыңғы сұхбаттарда Ерсін ұстаз келген кезде сол кісімен бір-екі сұрақтар талқылағанбыз осы мәселе бойынша. Ал бүгін біздер нақты толыққанда ғылыми түрде кіріп осы мәселеге, ислами психология жалпы альмун нафс фил ислам дейтін мәселеге толыққанда ғылыми түрде кіріп, оның бастауы қайдан шығады, оның анықтамасы қандай, оның проблематикасы қандай, жалпы оны ең алғаш ұсынған кім, жалпы осы ислами психология дейтін ұғымды ұсынған кім, соның барлығын талқылайтын боламыз. Ұстаз, енді бізде ең алғашқы сұрақ жалпы ислами психология ұғымына қатысты. Оның анықтамасы қандай, тағрифі қандай, анықтамасы қандай, терминдік мағынасы қандай, және осы ілімнің проблематикасы қандай. Яғни жалпы білеміз, біздер Осман Аджати дейтін ғалым, өткен ғасырда өмір сүрген ғалым, Малик Бадридің замандасы бұл кісі. Сол кісі жалпы ислами психология дейтін ұғымды ең алғаш ұсынған екен бізге. Иә, ғылыми академик алғанда алғаш қолданған кісілердің бірі деп айтуға болады. Оны өзінің кітабында да келтіреді. Яғни ислам, не дейміз, ислам назарындағы психология ілімі деген кітабы бар. Сол кітабында осы мәселені келтіреді негізіне. Сол алғаш қолданған адамдардың бірі деп қарастыруға болады. Жалпы ұстаз, осы ислами психологияға бір анықтама берсеңіз, ғылыми анықтама. Жалпы психология деген нәрсе түсінікті, бірақ мынандай нәрсе ғой, психологияның өзінде бұл анықтамасы жағынан кішігірім толық болмаған тұстар бар болған себепті оған қоса салып ислами деген нәрсе ата салудың өзі былайша андай қиылыспайтын нәрсе сияқты болып кетеді да. Өйткені мысалы грек тіліне алған кезде, шықсам грек па, болмаса латын тіліне екі негізгі сөзден тұрады ғой, екіге бөлінеді. Мысалы псюша деген бар, жаңағы алғашқы, сосын логос деген секілді. Бізде мысалы мәселе осы жерде басталады. Псюша деген аударған кезде наука о душе деп аударды көбінесе. Енді психика дейді, болмаса жалпы қайтарған кезде жаңағы наука о душе дейді да. Мысалы Уильям Джеймстің анықтамасы бар, ол көбінесе жаңа адам ішіне когнитивтік деңгейдегі жаңа қандай да бір өзгерістермен адамды сыртқа шығаратын поведение дейді ғой, іс-әрекеттің осын жалпы өзара байланысын анықтау деген сияқты. Уильям Джеймс деген алғашқы сол америкалық 16-шы ғасырдың соны 17-ші ғасырдың үлкен алғашқы ғалым ғой. Аслында бұл негізі философ болған. Сол кезде алғашқы осы психологияның негізін қалаушылардың бірі осы Уильям Джеймс. Сол кісіге қайтарады америкалық және неміс ғалымы бар, Уильгельм Вундт деген секілді, шатаспасам, осы кісілерге қайтарады. Мәселе бізде осы жерде туындайды, то есть жаңағы жанды қарастыратын мәселе деген өзінен бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты орынды, мысалы оны іске асыруға бола ма, болмайды ма деген сияқты. Исламда нақты мынандай бір нәрсе бар, адамның жанын зерттеуге ешкімнің былайша айтқан кезде қандай себеп салдар болмасын, қандай зерттеу әдістер болмасын, қандай тәжірибе дейміз ғой, тәжірибеге салып эмпирика болсын, басқа мәселе болсын, оны зерттеу мүмкін емес. Өйткені бізде ол жайлы азғантай ғана білім берілген да. Оны Құранда Аллах Тағаланың өзі айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясалунка анир рух, қул ар-руху мин амри рабби ва ма утиту минал илми илля қалила. Яғни олар біздің пайғамбарымызға айтып жатыр да. Олар сенен жаңа рух жайлы сұрайды. Сен оларға былай деп айт. Рух бұл Аллах Тағаланың сондай жаратқан нәрселердің бірі, Аллах Тағаланың тікелей әмірінен бірі деп айтады да. Аллаға тиесілі дейді да, бұл жарату осы мәселе. Ома утиту минал илми илля қалила. Сондықтан бұл жайлы мәселе азғантай ғана ілім берілді деп айтады да. Енді осы жағынан ислами психология деп қарастырудың өзі қаншалықты орынды деген сондай сұрақ туындайды. Яғни егер де біз адамның жанын зерттеу, оны нақты білу мүмкін емес болса, өйткені мынау психология деген екінші жалғау логос деген не? Кескінді ілім. Жалпы қандай бір нәрсе нақты мен білсем, бұл ілім. Бұны араб тілінде мысалы бізде
Тарифатул Джуржани деген бар ғой, атақты имам Джуржани жаңағы несі сөздік кітабы, иә. Соның мысалы 134-ші бетіне шатаспасам осы әлім деген нәрсеге қатысты анықтаманы келтіреді да. Сол былай деп айтады: әл-илм хуа әл-иътиқадул жазим әл-мутабиқ лил-уақи. Яғни ілім дегеніміз, мысалы қай кезде мен бір нәрсе, менде нақты соған қатысты ілім бар, мен білемін деп айта аламын. Қашан осы шындыққа сәйкес болған реальность дейді ғой, итабиқ лил-уақи. Осы шындыққа, осы біз өмір сүріп жатқан реальностьқа сәйкес болған қандай да бір ілімнің, ақпараттың, танымның толықтай сәйкес болуы дейді ғой. Осы соған сүйенеді, нақты бір кескінді ілім дейді ғой. Енді бізде осы жерде мәселе туындайды, адамның рухына қатысты ешкімде кескінді ілім жоқ. Өйткені Аллах тағаланың өзі айтып қойған да, болды, оның былайша нүктесі қойылды, есіктері жабылды. Сондықтан осы жерден өзі психология деген нәрсені қолдана отырып, оған ислами деген нәрсені қосудың өзін әлі де қарастыру керек. Бұл ғылыми алаңда көтерілу керек. Именно терминология жағынан, ішкі мәселелер жағынан деген секілді. Өйткені психологияның өзі, именно жаңағы батыс әлемінде қарастыратын болсақ, олардың өздерінде біраз сондай бір шекі тұстар бар. Енді бізде бөлінеді ғой, ғылыми әдістемелер деген сияқты. Бұны андай Шейх Мұхаммад Саид Рамадан Бути рахматуллахи алейхи, соның мысалы Кубра яқинятул кауния деген кітап бар. Сол кітаптан жалпы кез келген адам ғылыми мәселелерге қатысты, бұл академик алаң болсын, қандай түрде іске асатын шарттары қандай, кем дегенде осы кітапты оқып шығу керек та, кейін барып жаңағыдай мәселе қарастырылу керек. Одан бізде келіспейтін, мысалы болмаса ұштаспайтын тұстарда осындай бір кейбір мәселе бар да. Жалпы тіпті анықтамалық деңгейдің өзінде ислам мен психологияны біріктіру мүмкін емес. Қиылыспайтын, ұштаспайтын нәрселер да. Енді ұстаз, осы жерден екінші сұрақ пайда болады. Бана Осман Наджади да Аль-Мунас фил Ислам атты кітабында Аль-Мунас әл-Ислами деп атаған. Аль-Мунас әл-Ислами немесе бана кітаптың атауы Аль-Мунас фил Ислам. Сол кітапта ислами психология дейтін сөзді қолданады. Бана ислами психология, бана айтқан сіз айтқан Аль-Мунас әл-Ислами деген сөзді қолданады. Соған қатысты өзінің замандастары тарапынан, мысалы Малик Бадри сынды үлкен ғұламалар тарапынан ол кісі қандай да бір сынға ұшырады ма осындай бір сөзді қолдану арқылы, жалпы ислам психологиясы деген сөзді қолдану арқылы? Енді мынандай ғой, біз жаңа айтып отырмық қой, ислами психология бұл жалпы батыстық термин болғаннан кейін бізге психология деп аударылады. Енді барынша жақындатып олар ильмун нафс аударған ғой, ильмун нафс деп. Бірақ нәпсті алсақ, нәпс деген жаңа псюша деген мағына бермейді да. Өйткені аударған кезде, мысалы психологияда аударған кезде адамның жанын, то есть наука о душе дейміз ғой, жанын зерттейтін ғылым. Бірақ араб тіліне алған кезде нәпс деген нәрсе міндетті түрде тек қана жанды білдіреді деген нәрсе жоқ қой. Мысалы бізде мен матурidi мазхабымызда сондай да, бізде нәпсі деген не? Нәпсі деген бұл рух емес. Рух пен нәпсі екеуі екі түрлі. Негізі нәпсі дегеніміз, нәпс дейді ғой. Бүйтіп Құран аяттарына сүйене отырып, жалпы қорытынды шығаратын болсақ, нәпсі дегеніміз бұл адамның жаңағы не бар ғой, материалдық жаңағы денесі, физиология, яғни тән және жанның екеуінің қосарланған бүтін бір болмысы. Осын, яғни жаңағы рухпен және жаңағы денеден тұратын сөйтіп толықтай қосарланған болмысты адам денесін өздігімен, міне соны нәпс деп атайды да. Сондықтан бұл жерден өзі ильмун нафс деп атағанның өзінде жаңа Осман Наджади, бұл жаңа психология деген нәрсенің екеуі тең емес. Бұл енді бірінші проблема да. Сосын жалпы бұл мәселені қарастырған өзінде жарайды, ең жақын анықтама жаңа Осман Наджади қолданған, болмаса өзінің кітабында сол келтіреді, именно әслиматул ильм дейді да. Әслимату әл-ильм болмаса исламиятул ильм, яғни қандай да бір ғылымды исламизациялау дейді ғой, яғни ислами деген нәрсеге сондай жақындату, соған тилу дейміз, соған қатысты қылу деп ниспа жасау дейді ғой араб тілінде. Соның өзінде ең алғашқы қолданыс бұл айтады да, жалпы ислам әлемінде 1948 жылы болды, шатаспасам. Солай келтіреді да. Бірақ кейін барып, сол бірнеше не болады, ол жақта дискурс дейміз ғой, сондай бір әңгіме болады да, именно терминологияның біраз ондай проблематикалар бар екен өзі де атап өтеді. Осыған сүйене отырып біз қандай мәселе шығарамыз? Бұл кісілер жаңағы Малик Бадри болсын, сол кездегі үлкен ғалымдар, именно сол кездегі исламның атынан осындай психология деген нәрсеге әйтеуір кіріп, сол концепцияларын зерттеп қорғаған ислами негіздер, ислам назарында көзқарастарына сай қорғаған, олар сол кезде қолданса да олардың белгілі бір себептері болған. Өйткені ол кезде батыс әлемі кәдімгідей өздерінің көзқарастарын енді андай неміз ғылымды монополизациялау дейміз ба, якобы бұл психология деген тек қана бізде адамға шешім ұсынып бере алатын, тек қана біз осындай бір нәрсе, яғни біз новатормыз бұл алаңда деп осындай адамдардың саналарынан осындай түсінік алып тастау үшін ана Шейх Мұхаммад Рамадан Бути айтады, Таруф аля зат деген кітап. Бізде андай инбихар бар дейді да. Инбихар яғни андай бір басқа бір өркениеттің алдында бүйтіп
қатты таңғалу сондай бір сипат бар да бізде. Сөйтіп құдды біздің өзімізде ешқандай нәрсе жоқ сияқты да. Сондықтан мысалы Осман Әжайдың басқа бір еңбегі бар, Әл-Мунәфсил фит турас ил-ислами дегенше 1000 жарым беттен тұратын энциклопедия. Сол жақта хижри бойынша 1-ші ғасырдан бастап біздің мұсылман ғалымдардың Құран мен сүннетке сүйене отырып, адамның нәпсін түсінуге сондай жақсы еңбектер жазған да. Осы біздің 20-шы ғасырға дейін шамамен мен санап шыққан кезде 210-ға жуық әдебиеттер болған да. Оның ішінде кім бар? Ибн Муқаффа бар, сосын Ибн Сирин бар, сосын Абу Зайд әл-Балхи бар, жаңағыша. Абу Зайд әл-Балхи, басқа да ғалым Абу Бакр Рази бар, сосын Абу Хамид әл-Ғазали бар деген сияқты келтірген. Не үшін ондай олар қолданған? Батыс әлемінен мына ислами түсініктерді просто ажырату үшін да. То есть олар сондай қадамға баруға оларда тура келді. Басқа амал болмады. Не үшін? Өйткені сол кезде батыстың өркениеті болған. Соны ажырату үшін міне бізде де мұсылмандарда ислами сондай нәрсе бар деп, сондай терминге баруы оларға тура келді. Оны біз қай жақтан білеміз? Әрине, жай ғана бұл ілімді қолданып жатқан адамдарға бұл нәрсе қатты байқалмайды. Өйткені, мысалы білесіз, магистратурада мынандай бір дисциплина бар дейміз, сондай бір пән бар. Ғылым тарихы мен оның түсінігі. Енді оның түсінігі деген кезде негізі ғылым тарихы мен пәлсапасы деп аталады. Сондай. Бұның ерекшелігі қандай? Қандай да бір бағыт болмасын, қозғалыс, идея, идеология, қандай да бір ғылым болмасын, қандай да бір нәрсе қалыптаспасын, оның қалыптасу себеп салдары, алғы шарттары дейміз ғой, себеп салдары не үшін пайда болды, бұның қандай көзқарастары болды, қандай идеямен келді, адамзатқа қандай нәрсе ұсынды, сосын былайша қандай шешім алып келді дейміз ғой. И оны әлем қалай қабылдады, осының барлығын қарастырады. Қашан біз ислам әлемінде осындай негіздерге сала отырып, ислами психология деген термин, болмаса оның қалыптасқан кезеңдерін әрбір ғалымның қолданған сөзін осындай негізге сүйене отырып, былайша қарастырмасақ, біз үшін андай сияқты болады да, міне олар қолданды, демек біз де қолданамыз. Дұрыс, олар қолданды, бірақ сол кездегі діни ахуалға қарау керек та. Сол кездегі діни ахуал қандай болған? Ислам әлемі ғылыми интеллектуалды алаңнан бүйтіп ысырып тастағысы келген. Айтамыз ғой, мысалы, Совет үкіметінің кезінде қаншама жаңағы ғалымдар келтіреді ғой, жаңағыдай интеллектуалды терроризм дейміз ба, сондай бізді ысырып тастамасын деп. Интеллектуалды оккупация, былайша айтқан кезде сондай ғой, интеллектуалды оккупация. Тура сол, оккупация разумов деп, интеллектуалды жаңа аренда ысырып тастау. Сондай іс-әрекеттер болғаннан кейін біздің тарапымыздан бір іс-әрекеттер қажет болды да. Сондықтан олар не істеген? Ислами осындай нәрсе деп ұсынған. Бірақ бұл нәрсе андай нәрсе бар ғой, мысалы усул фихта ад-дарурат татақаддару биқадриха деген нәрсе бар ғой. Яғни қандай да бір нәрсеге, мысалы зару бір нәрсе бар, мен оны жасау керекпін. Бірақ бұл нәрсе мен дәл қазіргі былайша айтқан кезде осы менің хәліме ғана байланысты да. Сондай бір хәл болғаннан кейін мен оны қолданамын. Демек, Осман Әжетилардың қолданған ислами психологиясы мен қазіргі қолданып жатқан ислами психология бір-біріне келіспейді, яғни бір-біріне қарама-қайшы. Енді ұстаз, осы жерден екінші бір сұрақ пайда болады. Психосоматика іліміне қатысты. Өйткені қазіргі кезде біздің елдегі кейбір психологтар деп айтайық, психосоматика іліміне сүйенеді. Яғни ислами психолог деп атап жүрген адамдардың көбісі психосоматика іліміне сүйенеді. Енді мынандай нәрсе бар. Енді психосоматика ілімі ол бағанағы психология арқылы, психосоматика арқылы адамды емдеуге тырысады. Сондай жалпы, сондай білім. Бірақ біз мынандай нәрсе білеміз, егер біз қандай да бір ауруды емдейтін болсақ, сол емдеу тәсілдерін алдымен тәжірибеден өткізу керек. Эксперимент жасау керек. Тәжірибеден өткізгеннен кейін, оның эффектісі байқалғаннан кейін, әсері байқалғаннан кейін ғана оны халыққа ұсынады. Алайда банағы психосоматика болсын, психология болсын, ол тараптан олар банағы өздерінің ұсынып жатқан әдістерін ешқандай тәжірибеге сүйемейді. Немесе сүйенген жағдайда да бір нақтыланбайды деген нәрсе. Сүйенеді, бірақ олардың былайша айтқанда нелер емес. Осы жерден сұрақ туындайды енді. Психосоматика ол кескінді білім болмаса, кескінді ілім болмаса, яғни точный наука болмаса, оны біз халыққа қалайша ұсына аламыз? Оны не үшін халыққа ұсынады жалпы психосоматиканы? Жалпы ол ілім тәжірибеге сүйенеді ме? Сүйенбеген жағдайда ол нақты ілім емес деген ұғым шығады ма дейтін сұрақ. Жақсы сұрақ, Енді бұның былайша негізін қалаушыларға қатты кірместен бұрын, барынша енді подкасттың пайдалы болғанын қалаймыз. Біз жаңа басына айтып өткенімізде, мына ақида жағынан болсын, ғылыми жағынан, былайша енді ғылыми подкаст деуге болады ғой. Бірақ көбінесе енді ғылыми подкаст болғаны өзінен бізде академикалық ғылыми базаға сүйене отырамыз, бірақ барынша жеңілдетуге тырысамыз да. Содан кейбір мәселе қатты терең кірмеу керек болады да. Енді жалпы психосоматика деген нәрсеге енді қайтатын болсақ, бұл асылында вообще негізінде басқа бір идеология дейміз ғой. Сонымен тығыз байланысқан бір нәрсе да. Біз қазір жаңа
психология алаңына тіпті ғылыми, мысалы біз оқыдық қой магистратурада, бізде ондай психосоматика деген нәрсе былайша үйретілмеді дейміз ғой, болмаса ондай нәрсе талқыламады. Талқылағанның өзінде бұл жаңағыдай бұл дұрыс па бұрыс па деген нәрселер бар да. Осы психосоматика деген нәрсеге қарастыратын болсақ, жалпы біздің адамдар қалай түсінеді? Бұны дұрыс, жалпылай деңгейде ондай нәрсе бар, бірақ оның барлығын психосоматика деп атау дұрыс емес та. Өйткені психосоматика күніміздегі көзқарас бойынша бұл негізінде психосоматика дегеніміз біз түсініп жүрген бұл адамның жаңағы несі бар ғой, психикасы және оның сыртқы денесі бар ғой, екеуінің арасындағы байланыс. То есть адамда бір эмоционалды сондай бір өзгеріс бар болса, ішіне бір айта алмаған нәрсесі бар болса, ол бір денесіне әсер етеді деген сияқты, Енді олар солай шығарады. Бірақ бұл жердегі қиылыспайтын нәрсе де осы жерде. Олар айтуы мүмкін, біздің кейбір ғалымдар психосоматика негізін қалаған деп. Мұны әзірге атын айтпаймыз, кімдерге қайтаратын. Бірақ шамамен осы нәрсені тоқталып өтсек, олар солай айтуы мүмкін. Яғни ислам әлемінде де сондай психосоматика негізін қалаушы ғалымдар бар ғой деп. Біздің осы жерде айтатын мәселе бұл күніміздегі психосоматика деп аталып жүрген нәрсе, және негізінде біздің ислам әлеміміздегі жаңа адамның ішкі руханияты, оның сыртқы денесіне әсер етеді деген нәрсе екеуі екі түрлі. Бұл жерде үш нәрсені қарастыруға болады. Бірінші, адам руханияты, адам қаншалықты деңгейде Алладан алыстаған сайын, Аллах Тағала ондай адам үшін өзінің қаһарын, ауруын жібере ме, кафаратын жібере ме, сондай нәрсе бар. Ондай негізгі деңгейдегі ондай байланысты біз байқаймыз да. Бұл руханият деңгейінде дейміз ғой. Біздің ғалымдар осы мәселені келтіреді. Құранды негізге ала отырып, аят бар ғой. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا деп. Қандай барда мені зікір етуімнен бас тартса, онда біз ондай адам үшін сондай сынаққа толы, қарбаласқа толы болған өмірді тағайындап қоямыз, сондай береміз деген сияқты. Бірақ бұл бір мәселе. Бірінші осы руханиятпен байланыс, бұл ислам әлемінде бар. Екінші, ғылыми алаңда бұл негізінде психологияның мәселесі емес. Бұл нейрофизиология соған көбірек келеді. Адам мысалы неше түрлі мысалы стресске ұшыраған кезде, болмаса бір нәрсе қатты уайымдаған кезде, бұда бір гормоналды деңгейде бір химиялық реакциялар пайда болады. Міне осындай химиялық деңгейдегі реакциялар бұл адамға әсер етеді. Бұл таза эмпирика. Бұған сүйене отырып, біз бір қорытынды шығара аламыз. Бірақ бұл екінші алаң, бұл шынайы ғылыми алаң, бұл бірақ психология, болмаса психосоматика алаң емес, бұл нейрофизиологияның айналысатын, сонымен зерттейтін алаңы, соның мәселесі. Ал енді күніміздегі психосоматика деп олардың көзқарастарын айтайық. Қайсы бір видеоны қарамасаңыздар, мынандай нәрсеге байқауы. Бұлар қандай нәрсеге қайтарады? Эмпирикаға қайтара ма? Қайтармайды. Руханиятқа қайтара ма? Қайтармайды. Олар қандай нәрсеге қайтарады? Олар түпсана дейді. Подсознание сол нәрсеге қайтарады ғой. Бессознание кезінде мысалы кім сияқты келген? Болмаса жоқ, кім бар ғой? Зигмунд Фрейд басында бұл ұсынды ғой, бұл шатаспасам негізінде басында подсознание деп ұсынды. Сосын барып бессознаниеге ауыстырды ма, болмаса керісінше болуы мүмкін. Жалпы бұл солардан келе жатқан нәрсе ғой, Карл Юнгтан. Карл Юнг ең жақын шәкірттердің бірі болады ғой, кейбір мәселе кейінірек барып кейбір мәселелерде келіспей қалатын. Бізге осы жерде білу керек болған мәселе, бұл аслында солардың идеологиялардан бастап алған нәрсе, Карл Юнгтан. Ал Карл Юнгты біз қарастыратын болсақ, бұл эзотерик болған. Яғни индуистік, буддистік сондай бір көзқарастар бар ғой. Политеизм, бірнеше құдайлық, жалпы осы әлемде кез келген әрбір нәрсенің бойында құдайлық бір бөлшек бар деген сияқты. Бұл сыртқы әлемге әсер етеді. Осындай көзқарастағы болған кісі. Біздің сондықтан күніміздегі айтып жүрген адамдар, бұлар енді білместіктен деп үзір келтіруге болады. Өйткені бұл нәрсені қатты зерттемеген деп ашық түрде айтуға болады. Сол нәрсені зерттемегеннен кейін, сол нәрсені білмегеннен кейін олар Карл Юнгтың болмаса асылында New Age-тің бізге ұсынған идеологиямен тығыз байланысқан. Солардан бастау алатын психосоматика деген нәрсені ұсынады. Бұл эмпирикаға дәлелденбеген, тем более ислами негіздерге сай емес. Өйткені не үшін? Түпсана деген нәрсеге қайтарады. Осы нәрсе. Ал түпсана деген нәрсеге келетін болсақ, бұл да ғылыми дәлелденбеген. Сосын түпсана деген нәрсе бұл осы ғылыми алаңға 1978 жылы кімнің Карл Роджерс деген болады, Абрахам Маслоудың несі дейміз ғой, бірге жұмыс жасаған коллегасы. Олар Эзелин институтын құрады Калифорнияда. Сол Калифорнияда жаңағыдай неше түрлі астрология болсын, жаңағы буддизм, индуизм, медитация, йога, чакры, сосын не бар тағы да, аура бар ғой қазір, энергия неше түрлі. Сондай нәрселерді ғылыми алаңға енгізу үшін университеттен тыс, өйткені Карл Роджерстің жаңағы колледжден ба қуып жібереді. Мұндай көзқарастар бізде қабылданбайды, бұл ғылыми емес. Сосын бұл не істейді? Сол ғылыми алаңда дәлелдеп бере алмағаннан кейін ұстаздарына бұл жаңа Калифорнияда жаңа Эзен институтын құрады. Қандай мақсатпен? Жаңағыдай негізсіз басқа діннен бастау алатын көзқарастарды ғылыми алаңға енгізу үшін. Бұл кәдімгідей ондай зерттеулер бар нақты. New Age энциклопедиясына қарайтын болсақ, болмаса
Абрахам Маслоудың өзінің кітабында да осы мәселе келтіреді. Яғни бұлар ұсынған нәрселердің барлығы тікелей дінмен тығыз байланысқандығын. Осы нәрсені біз байқаймыз. Сондықтан күніміздегі біздің көбінесе адамдар айтып жүрген нәрселері ол яғни басқа діннен алатын, бұл идеология, бұл басқа ақидадан негіз алатын сондай бір нәрсе деп нақты түрде қорытындылауға болады. Енді ұстаз, сіздің айтқан сөздерден кейін мынандай қорытынды шығарып алады да, жалпы әлемдік деңгейдегі психосоматика, бағана біз айтқан Карл Юнгтан басталатын психосоматика, ол мүлдем өзге діндерден құралған, былайша айтқан кезде бірнеше идеологиядан құралған идеологический коктейль, идеологиялық коктейль былайша айтқан кезде. Енді біздің елімізге келетін болсақ, бүкіл әлемді қоя тұрып біздің елімізге келетін болсақ, біздің қазір Қазақстанда бір сондай бір модаға айналған психология бар, модный психология бар. Өздерінің бетке ұстар адамдары бар, өздерінің, ол кісілердің өздерінің шығарып жатқан сабақтары бар, курстары бар, кітаптары бар, тағысын тағы. Енді бір қызығы, олар осы өздерінің модный психологиясын ислам негіздеріне сай деп айтады. Ислам негіздеріне сай деген көзқарасты келтіреді. Енді сізге ғылым адамы ретінде мынандай сұрақ. Біздің елдегі банағы модный психология, бүкіл әйел адамдарды баурап алған деп айтайық. Сол психология ислам негіздеріне сай ма? Егер сай емес болса, яғни сай болса, не қалай сәйкес келеді? Сай емес болса, не үшін сай емес? Біздің еліміздегі нақты, біздің Қазақстандағы таратылып жатқан психология, именно банағы модный психология, соның ішінде психосоматикасы бар, тағысын тағы. Солар ислам негіздеріне сәйкес келе ма, жоқ па? Яғни сәйкес келеді. Не үшін? Сәйкес келмесе, не үшін? Осы турасында ашықтап айтып берсеңіз. Жақсы сұрақ, Енді бұл модный болғаннан кейін сонысымен де қызық қой. Адамға кез келген жаңадан пайда болған нәрсе, адамның өзінде бір, не дейміз, өзін байланыстыратын, өзін мақтан тұтатын сондай бір нәрсесі болмаса, бұл үшін мықты іргетас дейміз ғой. Тікелей ислам дініне тиесілі соған жататын. Адам әрбір нәрсеге былайша айтқан кезде андай басын ұрып соға береді. Құранда да бұның мысалысы бар да, Аллах тағала былай деп келтіреді. Енді бұл жерде енді ширк, яғни серік қосатын адамдарға байланысты, бірақ Құранның әрбір аяты біз не істейміз, өнеге ретінде ала аламыз да. Мысалы, тіпті Құран атеистерге түспегенмен де дінсіздерге қатысты түскен аяттар бар ғой. Хотя олар Құран қабылдамайды. Қалай десең, бірақ оның логикасы мына әлемге жаңағы осы біздің әлемімізге сай болғаннан кейін Құранның ішіне кез келген нәрсені біз өмірімізге асыра аламыз. Міне осындай кішігірім адамдарға қатысты мынандай бір нәрсе бар да, яғни әрбір нәрсе, мысалы феминизм шықты. Біз клееватта ислами феминизм жасалады. Либерализм шықты, ислами либерализм жасалады. Не үшін? Өйткені адамның өзіндік бір несі жоқ та, құндылығы. Әрбір нәрсеге байланбастан өзіндік бір дұрыс нәрсені ұстану. Сондай нәрсеге қол жеткізе алмағаннан кейін, бұл әрбір нәрсені, жаңағы психосоматика болсын, ислами психосоматика дейді, психология болсын, оның ішіндегі проблематикалары қатты қызық емес, маңызды адамдардың барлығы соған қызығып жүр. Енді модный деген нәрсе. Сыртқы формасы қызық та, ішкі нәрсесі қызық емес. Тура осы. Осындай қызық болғаннан кейін өзін соған тиесілі қылғысы келеді. Не үшін? Өйткені өзіндік бір мақтан тұтатын ондай бір нәрсе жоқ та. Онда Шейх Рамадан Буте оқтатын нақс дейді ғой, кемсіну сезімі дейміз, комплексный полноценность. Осындай жалпы қашан адамда өзіндік бір нәрсесі болмаса, неше түрлі идеологияға кіреді ғой, қандай бір нәрсе шықпасын. Құрандағы мысалға келетін болсақ, Аллах тағала былай деп келтіреді: "Омай юшрик биллахи факаннама харра минас сама фатахтафу ат-тайр ау тахви бихи рих фи маканин сахиқ." Яғни жаңағы Құдайға серік қосатын. Енді серік қосу тікелей мысалы басқа бір нәрсеге табыну шарт емес. Жалпы ширкул аспаб деген нәрсе де бар да. Себеп салдарға ғана сүйіну арқылы байша серік қосу Аллаға деген сияқты ғой. Міне осындай адамдар дейді да, яғни Алладан бет бұрған басқа бір нәрсеге дейді да, басқа бір нәрсені өздеріне, міне осы нәрсемен қанағаттанамын, осы нәрсемен шектелемін деген адамдардың мысалысын келтіреді да. Факанна харра минас сама. Олар бір аспаннан бет салбырап түскен бір нәрсе сияқты дейді да. Сөйтіп оны әрбір құс келіп ұшып кетеді, жаңағы шығып кетеді дейді ғой. Болмаса оны жел келіп басқа бір жердің бір түкпіріне апарып тастайды дейді да. Күніміздегі адамның мысалдары осындай дейді да. Адамда шынайы ислами ілім болмаса, ұстаздың алдында нақты отырып жақсы іргетас қаламайтын болса, кез келген идеология, жаңағы адамды әрбір құс келіп ұшып кеткен секілді, бұның әрбір идеология келіп былайша шығып кетеді да. Болмаса әрбір идеологияға, әрбір жаңа бір нәрсеге басын тығады да, басын ұрады сол нәрсеге ше. Әрбір нәрсеге бас ұрылады ғой былайша айтқан кезде. Болмаса ондай идеология барады да, исламнан шығарып тастауы да мүмкін да. Осындай бір нәрсе енді. Сондықтан бұл модный психология, модный болған көрінісі осындай да. Ол жерде енді адамдардың жүректерін жаулап алу деген мәселе де бар. Модный болғаннан кейін
бұл адамдардың көбісі зерттемейді ғой. Көбісі зерттемейді. Зерттесе өйткені біраз уақыт кетіп қалады да. Ол біраз уақыт кетіріп қайтеді. Ол жаңағы танымал кісілерді алып, солардың арттарына еріп, сөйтіп өзін күшті болып санаған жақсырақ та осы нәрсе. Енді осы модный психология біздің елдегі ислам негіздеріне сәйкес келе ме жоқ па? Сәйкес келмесе қай тұстардан сәйкес келмейді? Сәйкес келетін болса қалай сәйкес келеді? Өйткені бізде қазір қатты бір трендке айналып кеткен нәрсе осы ғой. Әрбір жерде психолог бар, психосоматик бар, эзотерик бар деген сияқты. Енді былай, бұл адамдар мысалы ислами психология деп атаса, тек қана бір себеп үшін ғана. Өйткені олар мұсылман, сол үшін ғана ислами психология деп атады. Бірақ ислами негіздеріне сай деп қарайтын болсақ, тексеріп, біз оны тексеріп те көрдік. Олардың материалдары бізде бар, тексеріп қарадық. Ол бар деген кезде ол интернетте де бар ғой. Бірақ мысалы коучинг сияқты сондай арнайы сабақтар бар ғой, сол сабақтарға да біз мониторинг жасадық, бір-екі сабақтарына. Ол кезде қараған кезде ислами негіздерде сәйкес келмейтін сондай түсіндірмелер өте көп. Жаңағы біз айттық қой, ботанизм. Яғни кезінде шейх Мулла Али Қори болсын, болса шейх имам Абу Хамид Аль-Ғазали сол кезде қатысты жауаптарды қайтарған, иә, дұрыс емес сенім деп. Осы эзотерикалық мәселе. Сондай нәрсемен тығыз байланысқан, араласқан. Тіпті енді осы жағына сүйене отырып, олардың ислами дегендері ислами дегенге жатпайды. Мұндай көзқарастарды ислами деу дұрыс емес. Қандай көзқарастар? Күнімізде қатты кең танымал болған отражение деген нәрсе бар. Отражение деген нәрсені қарайтын болсақ, былай деп түсіндіреді, кез келген проблема бар болса, мысалы менің балам ауырып жатса, мұрнынан су ағады, болмаса басы ауырады деген сияқты. Онда ата-анасы бір-біріне бір айтылмай қалған нәрселер қалып қойды дейді да. Екеуінің арасында шешілмей қалған. Баланың ауырып жатқаны ол ата-анасының бір-бірінің арасында қарым-қатынасына байланысты етеді, иә? Иә. Не үшін бала ауырады? Бұл психосоматика тұрғыдан деп түсіндіреді, және бала бұл ата-анасын отражениесі деп айтады. Яғни айкас дейді ғой, отражениесі деп айтады. Бұл исламда ондай түсіндірме жоқ негізінде. Бүйтіп басқа бір адам руханияты басқа біреуге әсер ету деген сияқты. Бізде себептер ретінде Құдайдың бұйрығына қайтарады да, соны. Сондай бір нәрсе бар. Осы мәселені қараған кезде, жалпы сондай түсіндірме бар да, яғни психосоматика дейді. Сосын ол жақта вахдатул вуджуд дейді ғой, вуджудизм дейді ғой. Иә, единство бытия. Иә, единство бытия, яғни болмыстың жалғыздығы. Иә, мысалы, мен сен былайша айтқан кезде жоқпыз. Біз бір-бірімізді жай ғана отражать етіп тұрамыз. Біздің ар жағымызда болмыс деген нәрсе бар, вуджуд дейді ғой. Сол бір-бірімізді тек шағылыстырып тұрады, отражение сияқты ғой. Олардың көзқарастары негізінде осындай нәрседен туындайды ғой. Ибн Арабидің еңбектері бар деген сияқты. Өйткені бізде нақты сондай дерек жеткен тікелей шәкірттерінен. Олардың жаңағы енді сұрайды ғой, күнімізде танымал болған ислами психологтар. Олардың сұраған кезде бізге осы мәселеге қатысты шешімді қай кітаптан алып келдіңіз деп сұраған кезде осы вахдатул вуджуд мәселесінде вахдатул вуджуд емес, жаңағы отражение мәселесі. Жоқ, отражение емес, бір сұрақ болды да. Сол кезде бұны енді қай ғалым айтты, болмаса қай кітабынан оқыдыңыз десек, Ибн Арабидің кітабынан оқыдым деп айтқан да. Сонда оны тікелей бір шәкірті, әпке қарындасымыз сол нәрсені бізге жеткізген. Осылай Ибн Арабидің кітаптарынан осындай бізге шешімді ұсынған екен деп мен өзіме жазған. Өйткені мен оны парақшамда сол мәселені қозғадым да. Одан осындай нәрсеге сүйене отырып, біз білеміз, ислам әлемімізде Ибн Арабидің көптеген көзқарастары, бұл Футухат Мәккия болсын, болмаса Фусусул Хикам болсын, иә, бұл ислами негіздерге сай емес екенін түсінеміз. Яғни біраз ғалымдар, негізі шынымен тарихқа қарайтын болсақ, біраз ғалымдар Ибн Арабиге бана еңбектері үшін, бана көзқарастар үшін, вахдатул вуджуд болсын, басқасы болсын, біраз сынға ұшыраған, иә, ғалымдар тарапынан. Иә. Бірақ сол сынға ұшыраған ғалымның көзқарастарын келтіретін болып бірдей. Келтіреді, иә. Яғни олардың кітаптарын оқиды деп айтады. Оқиды, келтіреді. Сондықтан да ғой біз байқаймыз, жаңа отражение деген нәрсе қай жақтан шыққан. Бұлар хадистің бұрмалау себептері де осы ғой. Мысалы, әл-мар'ату ахул муъмин дейді ғой. Әл-муъмину мир'атул муъмин деген. Қателесіп кеттім. Осындай хадис бар, бірнеше жаңа санатпен, риуаяттармен келетін. Соны қараған кезде біздің былайша атақты ғалымдар дейміз ғой, негізгі ғалымдар, дұрыс сеніммен, дұрыс шариғатты дұрыс білетін атақты ғалымдар, олардың ешқайсысы ондай түсіндірме бермеген. Мұсылман айнасы деген хадиске келетін болсақ, бұларда андай бұрмаланған түсіндірмелер өте көп. Біз оны қарадық, интернетте де бар ол. Мысалы, болмаса жеке сабақтарында былай деп айтады, біреуді жамандықтан тыя алмайсың, болмаса мысалы менің әйелім бар болса, бұл маған менің көзіме шөп салса, бұл оның проблемасы емес дейді. Бұл сенің проблемаң. Сенің әйелің жай ғана сені отражать етіп жатыр дейді. Ал сен оны отражать етесің. Не үшін? Өйткені мына жақта хадис бар деп солай түсіндіреді. Бұл түсіндірме ислами негіздерге сай ма? Әрине сай емес. Өйткені мысалы енді бірнеше ғалымдар бар ғой, соған қатысты терең шарттар жазған. Бірақ нақты осыған қатысты айкас дейді ғой, отражение деген нәрсе. Яғни бұл шынымен ана адам проблемасы ма, болмаса мендегі бар нәрсені отражать етіп жатыр ма? Демек, мені отражать етсе, ана әйел изменять етсе, демек бұл
менің изменять еткенімді, сонда ана әйел, менің әйелімде проблема жоқ па деген бір мәселе туындайды да. Бұл жерде андай шынайы бір нәрсе үкім берудің несі шекарасы дейміз ғой, кетіп қалады да, нақты бір нәрсеге үкім бере алмай қаламыз. Мысалы бұл мәселеге қатысты имам шейх Мулла Али Қори өзі Мирқатул Мафатих деген кітабында, хадистерге шархтарында 8-ші томында осы мәселені ашықтайды. 4000 нешінші хадис? 4845 хадис жатаспасам. Осы мәселе, яғни мүмін өзін мүмін бауырының айнасы деген нәрсе қалай түсіндіріледі? Ол біздің негізгі түсіндірме бойынша қалай сен бір мысалы мұсылман қалай басқа мұсылман бауыры үшін айна болады, яғни отражение ретінде. Өйткені мысалы мен айнаның алдында тұрған кезде мен өзімдегі айыптарды көрем. Қалай жақсы тұстар бар болса, тура солай минустарын да байқаймын. Міне осындай қызмет дейді. Бірақ бұл менің проблемаларым ана адам бойында шығады деген ондай нәрсе жоқ. Өйткені адам фитраты сондай. Қандай? Адам фитраты бұл өзін сырттай бақылай алмайды ғой. Бақылай алмайды. Керісінше адам фитраты қандай? Өзі басқа біреуді көргеннен кейін ода қандай минус бар болса, мысалы плюс жақсы қасиеттер болсын, жаман қасиеттер болсын. Айнаның қызметі сондай. Мен айнаның алдында тұрған кезде өзім бойындағы қателерімді байқаймын. Ал бұл жерде керісінше мүмін сенің бауырың, бірақ ол сенің проблемаларың, былайша айтқанда оның проблемасы бұл сенің бойындағы проблема сияқты сондай бір нәрсе түсіндіреді да. Сол кезде осы отражение дейміз ғой, соған қатысты шейх Мулла Али Қори түсіндірме келтірген кезде жаңағыдай көзқарастар дейді. Яғни бұл менің проблем емес, болмаса бұл отражение, осындай дұрыс емес жаңағы бұрмаланған жаңағы батениттік дейді ғой, батениттік көзқарастар эзотерикаға сай болған. Бұл айтады, бұл білімсіздік пен надандыққа толы болған негізсіз көзқарастар деп сол кезде келтіреді. Демек, Молла Али Қори рахимаулла сол кісінің айтуы бойынша біздің елдегі банағы мұсылманның айнасы деген хадисті отражение деп түсіндіріп жүрген адамдардың көзқарасы надандық деп есептейді. Иә. Надандыққа батыл дейді ғой, фақот мәзәштуләка батания дейді ғой. Иә. Қаншалықты надан екен соны көз жеткізіп, соны мойындауын үшін келтірдім дейді ғой. Біраз мәселе келтірді, 1,5-2 бетке сай. Неше түрлі жаңағы көзқарастар. Сол енді сіздің айтқан сөздеріңізден кейін мынандай нәрсе түсінуге болады да, біздің елдегі ислами психолог деп жүрген адамдардың барлығы емес, енді көбісінің деп айтайық, көпке топырақ шашпай, көбісінің яғни идеялары, білімдері, таратып жүрген білімдері ислами негізге сәйкес емес дедік, иә. Банағы ақидалық тұрғыдан болсын, хадистерді түсіндіру болсын, тәпсірлеу болсын, Құран аяттарын тәпсірлеу болсын, соның барлығынан сәйкес келмейді. Тіпті ислами психолог деп жүрген адамдардың өзі банағы араб тілінің ережелерін де білмейді. Қарапайым араб тілін білмейді ол кісілер деп айтуға болады. Енді мынандай бір сұрақ. Егер де олардың айтып жүрген әңгімесі ислами негіздерге сәйкес келмесе, оларда ислами негіз, фундамент болмаса, олар өз фундаменттерін, өз негіздерін, өз бана усулдарын қайдан алады? Жақсы сұрақ, ашыға. Иә, олардың осы біздің халыққа, қазақ халқымызға ұсынып жүрген түсіндірмелерден ислами негіздердің жоқтығы қатты байқалады. Әсіресе жаңағыдай олардың тараптарына жаңағыдай мойындау шыққаннан кейін, яғни Ибн Арабидің айтқандарын келтіреміз деген сияқты, жалпы сөздерінен сондай бір басқа діндердің, басқа идеологиялардың сондай бір не дейміз, иісі шығып тұрады дейміз ба, нақты сондай бір түсіндірмелері. Енді олар мақсатты түрде солардың еңбектерін оқиды деп нақты айта алмаймын. Бірақ New Age деген нәрсе бар. New Age деген 20-шы ғасырдың үлкен сондай бір бағыты дейміз ба, движение. Сондай әрекет ету бағыты. Сондай шыққан, олардың көзқарастары қандай? Бүткіл жаңағыдай бар ғой. Индуизм, буддизм, болмаса эзотерика дейміз ғой. Яғни адам ішіне сондай бір тылсым бір күш бар. Осы материалды әлемге әсер етеді. Сондай корпорация бұлар осы күніміздегі көптеген кітаптар бар ғой. Бизнес тренинг, өз-өзіңді дамыту, коучинг, подсознание может все деген сияқты. Сондай кітаптардың бұлар осы ғылыми алаңға осына өзінің идеяларын енгізіп бастаған. Сондықтан олардың көбінесе жаңа оқитын кітаптары да осы да. Оны біз қаяқтан білеміз? Мысалы жаңағыдай отражение деген нәрсе бар ғой. Тура жаңағыдай олар индуистік көзқарастар негізінде. Өйткені мысалы кімнің кітабы бар? Колин Типпинг. Колин Типпинг деген кітабын қараған кезде ең басына сол бірден чакрадан бастайды. Чакра энергия деген бұл негізі индуизм мен даосизм көзқарастары ғой. Сондықтан күніміздегі мысалы андай мен әйелім мен көзіме шөп салса, мысалы бұл менің проблемам, мен вообще ашуланбау керекпін, бұл менің отражением деген нәрсе тура сол кітапта келтіріледі ғой. Мысалы Колин Типпинг деген бар ғой, радикальное прощение. Сол шешім ұсынған кезде адамға жаңа не дейміз, андай терапиясына келген кезде
сондай қылып түсіндіреді ғой. Яғни сен күйеуің былайша айтқанда изменять етіп жатыр ма, измена жасап, онда сен өзіңді дұрыстау керексің дейді ғой. Яғни бұл күйеуінің проблемасы емес, сен оған ешқандай сын айта алмайсың. Ал бізде ислам не айтады? Ислам айтады, қандай да бір мәселе бар ма, проблема, бұрыс нәрсе бар ма, мүнкар, яғни дін жағынан қайтарылған нәрсе, тыйым салынған нәрсе. Манра минкум мункаран фалюғаййирху биядихи деп айтады ғой. Сендердің қайсы бірлеріңіз жаңа тыйым салынған дұрыс емес нәрсені көрсеңіздер, шариғатта тыйым салынған, оны қолмен қайтарыңдар, иә. Яғни мысалы біреудің қол астында адамдар бар болса, солар жіберу керек деген сияқты. Болса фаиллам ястати фабилисанихи, шамасы келмесе тілмен. Оған да шамасы келмесе, онда иманның ең төмені кем дегенде жүрекпен жек көру. Олар ол нәрсені қабылдамайды. Олар айтады, ешқандай адамды сен сыналмайсың дейді. Яғни дұрыс емес деп айта алмайсың. Не үшін? Өйткені сен айтсаң, бұл негізінде ана адам проблемасы емес, бұл сенің проблемаң. Міне осындай көзқарастар, жаңа Колин Типик деген кісінің өзі эзотерик та. Осындай көзқарастар бар. Осы жерден біз олардың бізге ұсынып жатқан түсіндірмелермен жаңа New Age дейміз ғой, болмаса басқа діндермен араласқан өте тығыз, тіпті негіздер бір деп те айта аламыз, сондай. Демек біздің Қазақстандағы ислами психолог деп жүрген адамдардың фундаменті деп айтайық, негіздері. Сол кісі сияқты сөйледім ғой. Даусым соған ұқсап кетті. Демек біздің елдегі ислами психолог деп жүрген адамдардың негіздері бағанағы сіз айтқан 20 ғасырда пайда болған New Age-ге сәйкес келеді. Тіпті бір-біріне ұқсайды. Енді ұстазым, енді мынандай сұрақ пайда болады. Егер де ислами негіздерге, ислами құндылықтарға негізделмеген психологияның ақыры қандай болады деген сұрақ. Яғни біз бана айтып отырмық қой, біздің әпке қарындастарымыздың көбісі, жалпы нәзік жандылардың көбісі, ер адамдар да бар оның ішінде, банаға тұлғаларды, өздерінің ислами психолог бізде жүрген адамдарды тыңдайды, көп тыңдайды, солардың тренингтарына барады, сабақтарын алады, консультацияға барады, тағысын тағы, солармен тығыз байланысты ұстайды. Және олар өздерінің банаға ислами негіздерге, құндылықтарға сүйенбеген, мүлдем исламға, шариғатқа жат болған идеяларға толы өздерінің білімдерін ашық таратып жүр. Енді осы жерден бір сұрақ туындайды. Енді біздің өзіміздің әпке қарындастарымызға, мұсылман бауырларымызға дейін уайымнан туындаған сұрақ. Осындай ислами құндылықтарға негізделмеген тырнақшаның ішіндегі ислам психологиясының ақыр соны қандай? Яғни олар түбінде не нәрсеге кетіп қалуы мүмкін? Қандай қауіп бар бұдан? Жақсы сұрақ. Енді бұл нәрселер өте қиын, өйткені олардың негізгі көзқарастары бір жаңада айтып жатыр ғой, басқа діндермен өте тығыз болғаннан кейін ондай көзқарастар біздің әлемге, ислами әлемге қашан қарайтын болсақ, сол кезде әсер ете беретін болған ғой. Имам Ғазалидің кездерінде болса да соған қатысты жауаптар жазған. Осы жағынан келетін болсақ, жаңа New Age-тің үлкен бағытын көзқарастары қазір кең таралып жүр да. Біздің көптеген ислами психологтардың негізгі базалары жаңағыдай болғаннан кейін жалпылама неше түрлі философия, шығыс философия дейміз ғой. Сондаймен тығыз байланысып араласқаннан кейін бұның ақыр соңы рухани атеизм деген бар. Сол рухани атеизмге алып баруы мүмкін. Рухани атеизмге. Өйткені бұл андай ғой, олардың көзқарастарына қарайтын болсақ, жаңағыдай айтады ғой, түп сана, күнімізде қатты көп айтылатын нәрсе, бұл түп сана деген нәрсе бар. Яғни мысалы ақпараттың 95 я болмаса 90% түп санада жатыр. Бұның асылы бірақ идеология екенін түсінбейді ғой. Біз оны асылын өздерінің жаңағы мойындауларынан да келтіре аламыз. Жаңа Барбара Эннің кітабы бар мысалы. Барбара Эннің кітабы бар. Қандай еді? Бір нәрсе of life деген кітап қой. Сол кітапта жаңағыдай мәселелерді келтіреді. Яғни қандай да бір адам, оның мысалы бойындағы энергия дейміз ғой. Энергетикасы басқа адамға әсер етеді, болмаса андай түп саналық деңгейінде басқа бір нәрсеге әсер етеді деген нәрсені қабылдау үшін адам бірінші қандай нәрсеге сүйену қажет? Оның бойында Құдайдың бір бөлшегі бар екенін сүйену керек деп айтады да. Өйткені бұл көзқарастар жаңа индуизмнен негіз алған көзқарастар ғой. Пантеизм дейміз ғой былайша айтқан кезде. Олардың көзқарастары сондай. Әрбір мысалы мен түп санам қалай мына сыртқы әлемге әсер етеді? Бұл ешқалай әсер ете алмайды негізінде. Идеология болмаса, қандай идеология болмаса, сенің ішінде түп санаңда негізінде бір Құдайдың бөлшегі жатыр. Олар мысалы медитация жасап, тыныш отырып, оны әрдайым жаңа тәжірибе жасап отыратын себептер де осы. Күндізгі ислами әлемде жаңа медитация жаса деген нәрселер кіріп кеткен ғой. Бірақ негізгі мақсаттарын қарайтын болсақ, медитация, аффирмация, визуализация болсын, жаңағыдай нәрселердің әрқайсысын жасау, бұл қандай адам үшін іске асырылады? Тек қана менің бойымда құдайлық сондай бір бөлшек бар, сондай деп сенген адам ғана.
Өйткені бұлардың түсіндірмелері бойынша жаңағы шығыс философиялар дейміз ғой, идеологиялар, олар былай деп айтады, жаңағыда түп сана дейміз ғой, түп сана не үшін? Сен түп санаңда жаңағыда Құдай жатыр деп айтады. Просто бұл автономный режимде ұйықтап жатыр деп айтады. Яғни былайша айтқан кезде бағанағыдай медитациялар жасау арқылы, аффирмация дейтін нәрселер жасау арқылы олар өздерінің түп санасындағы құдайлық бөлшекті оятқысы келеді дейтін ұғым шығады да. Демек біздің бағанағы ислами психологтарға ораламыз, олар өздерінің негіздері, фундаменттері осындай бір тұрпайы нәрселерге негізделген жағдайда соларға сеніп жүрген адамдар түптің түбінде сондай бағанағы подсознание дейтін нәрсеге кетіп қалуы мүмкін. Иә, өте қауіпті жоқ подсознание деген нәрсе. Сіз бана әдемі бір сөз айттыңыз, рухани атеизм деп. Жалпы не үшін оларды біз рухани атеист деп айтамыз? Яғни олардың бана ислами құндылықтарға негізделмеген психологтардың ақыр соны рухани атеизмге апарады дедік қой. Сол не үшін рухани атеизм деп аталады бұл нәрсе? Яғни рухани атеизм дегеніміз не жалпы? Енді біз көбіне қазір біз нақты білетін нәрсе, күнімізде материалистік атеизм бар. Мысалы совет үкіметі болсын, басқа материализмге сүйенген. Құдай түбегейлі жоқ деген сияқты. Құдай жоқ, мына материядан басқа өзге ешқандай нәрсе жоқ. Ал рухани атеизм соның керісіншесі. Яғни адам сондай бір руханият бар, руханият әлемі адам көзіне көрінбейтін. Тура сол жаңа эзотерика ғой. Яғни сондай бір тылсым күшті дүниелер бар, оны адамдарға түсіндіріп бере алмайды. Яғни сол түсіндірме көзге көрінбейтін руханият деңгейімен адамдарды адастыруға тырысады. Сондай түсіндірмелерді біледі. Жаңағы сондай түсіндірмелерді ұсынады. Мысалы, сенің бойында жаңағы аура бар. Сен әйелдің аурасы, энергетикасы күйеуінің табысына, ризығына әсер етеді. Осылай. Бұндай түсіндірмеден қандай нәрсе ғайып болып кетеді. Аллаға деген тәуекел ету, таухид деген нәрсе бар ғой. Жалғыз Құдай ғана осы әлемге әсер ете алады. Сондай нәрсе жоғалады осындай жолда. Қатты сондай деңгейге алып барса, бұл жаңа рухани атеизмге алып баруы мүмкін да. Эзотерика деп айтып жатамыз ғой. Яғни былайша айтқан кезде олар сыртқы формада Аллаға сенеміз дегенмен, олардың түпкі сенімдері бана энергия, аура дейтін нәрсеге, отражение деген нәрселерге сенеді. Сонда біз рухани атеизм деген нәрсені батынизм деп айта аламыз ба? Батынизм негізінде, батынизм алып барады рухани атеизмге. Батынизм рухани атеизмге алып барады. Енді бұл мынандай ғой, атеизм деп жатамыз, ол енді діннен тікелей шыққан адам ғой, бірақ араб тілінде атеизм бұл илхад дейді да. Илхад діннен шығу шарт емес. Илхад деген бұл исламдағы негізгі дұрыс түсіндірмелер бар ғой, сол түсіндірмеден ауытқу ғой. Басқа бір түсіндірмеге кету, қате көзқарасқа кету деген. Аллаға сеніп тұрса да, басқа нәрсеге кетіп қалу. Аллаға сеніп тұрады, бірақ дұрыс емес түсінеді. Яғни мысалы Аллах тағала былай деп айтты, бірақ ол өзінше түсініп алады. Мысалы аль-илхад фи асмаилла деген нәрсе бар. Күнімізде бұл да кең таралған көзқарас. Алланың есімдеріне қатысты болған дұрыс түсіндірмеден ауытқу. Қандай? Мысалы, андай түсіндірме жүріп жатыр ғой қазір. Әр адам бойында Алланың бір есімі бар деген сияқты. Көрдіңіз бе? Бұл да қауіпті ма? Қауіпті. Бұндай нәрсені біздің ғалымдар ұсынған ба? Жоқ. Яғни былайша айтқан кезде менің естігенім, сенің, допустим, Алла тағала ар-разиқ та, Алла тағала ризықтандырушы. Демек, сенің бойында да банағы ризықтандырушы дейтін есім жатыр. Сен ризық берсең деп айтады да. Мысалы, біреуге сыйлық берсең, біреуге тамақ берсең, сен бойында Алланың ар-разақ деген есімінің бүйтіп көрініс табылып жатыр дейді ғой, реализация етіп жатыр дейді да. Сонда сіз айтып жатқан нәрселеріңіз, сіз айтып жатқан нәрселер біздің елдегі психологтардан байқалады. Батанизм, рухани атеизм, Алланың есім сипаттарына келген кездегі илхад жасау, адасу, сенің бойында Алланың ар-разиқ дейтін атауы шығады, есімі көрінеді деген. Әл-хулул бар, вахдатул вуджуд бар, батанизм бар, эзотерика біз айтқан. Соның барлығы демек біздің елдегі психологтардан көрініп жатыр. Нақты ислами психологтардан көрініс тауып жатыр деген сөз, осыншама қате, осыншама ислам негіздеріне сәйкес келмейтін қате тұжырымдамалар насихатталып жатқан кезде, оларға не үшін соншалықты көп мұсылман, өзін мұсылман санайтын, орамалдағы, намаздағы, тіпті ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын, не үшін оларға өте көп қатты ереді деген сұрақ. Енді бұның бірнеше себептері бар. Ең бірінші бізге белгілі болған себеп, жалпы психология, модная психология дейміз ғой. Оған қызығушылық қай кезде пайда болған? Карантиннің кезінде. Карантинде көбісі енді әр адам өзінің үйлерінен шықпай сөйтіп отырып қалды деген сияқты, көбісінің жұмыстан іске асыра алмай, сосын табыс ретінде жаңағыдай адамдар не істей бастаған, коучинг бастаған, неше түрлі курстар бастаған, марафондар деген сияқты. Етіп олардың танымал болуының бірде бір себебі
жаңағыдай сол кездегі медиа алаңға шығулары осындай бір негізгі себептер. Кейін барып медиа алаңға шығып бастағаннан кейін көптеген адамдардың жүректерін жаулап алды деп айтсақ болады да. Міне көп адам сенсе, енді олардың арттарына ерудің негізгі себептерін осы медиа алаңда жаңағыдай лицо дейміз ғой, сөйтіп қатты танылған лицо, известная личность дейміз ғой. Сондай. Сосын эффект ореола деген нәрсе бар. Былайша авторитеттіліктің эффекті. Яғни бұл бәлембай аудиториясы бар, жақсы нәрселерді айтады. Сөйтіп эффект ореола болған кезде ана адам өзінің ақылын арендаға беріп тастайды ғой. Яғни болды, ойланбайды одан кейін. Ана адам не істейді, мен соған ерем, болды. Былайша мен соған тіркелгенмін, бүйткен, сөйткен, оның діни ілімін де ұстаздарын да сұрамайды. Сөйтіп оған деген махаббат артады. Махаббат артқаннан кейін оған қызық емес, қандай критика бағыттала ма, бұл дұрыс емес деп айтса да. Мысалы бұның бір мысалысын, жаңағыдай бір мәселе, жаңағыдай коучтар болмаса ислами психологтар адамдардың жүректеріне кіріп алды, терең кіріп алды. Оны мысалы имам Фахруддин Рози да келтіреді ғой, адамның жүрегі жаңағыдай сай сияқты дейді да. Адам жүрегі сай сияқты бар болса, адам басқа бір адамның оған кіріп алуы неше түрлі идеология жаңағыдай адамның жүрегіне кіреді дейді да. Сол кіреді, сөйтіп сол жерде орнығады. Осыған қатысты мысалы Мусаның қауымы болады. Мусаның қауымын біз білеміз, жаңағыдай алтыннан жалатылған болмаса алтыннан болған бір бұзауды жасалады ғой. Сөйтіп соған былайша табынып кетеді. Сосын бар оны құртыңдар деген өзінде бұлар несе, бұлардың осы бұзауға деген сенімдері жүректеріне қалып қояды. Жаңа пұт дейміз ғой, махаббат деген нәрсе әлі де қалып қояды. Оны Құранда Аллах тағала айтады ғой. Алладан басқа бір нәрсеге, Алланың нығметін былайша жоққа шығарған себепті, бас тартқан үшін мына жаңағыдай бұзауға деген болған махаббат дұрыс емес көзқарас дейді да, олардың жүректеріне орнықты, терең орнықты деп айтады да. То есть бұл жерден біз қандай нәрсе шығара аламыз? Жаңа пот, басқа бір нәрсеге табыну, бұл тікелей мысалы адам бір нәрсеге табынып кету үшін бұны міндетті түрде тас болмаса лайдан болу шарт емес. Жаңа пұттың адам кейде идеологиямен өзінің жүрегіндегі сезімге де табынып кетуі мүмкін. Сондықтан күніміздегі проблема осындай да, жаңағыдай кісілерге деген симпатия өте қатты деңгейге көтерілген соншалықты, бұл кейде пұттың деңгейіне де кетіп қалды деп те айтуға болады да. Сол деңгейге көтеріледі да. Ол кезден шығу өте қиын да. Осындай бір мәселені келтіруге болады. Сіз айтқандарыңызға көп рахмет. Шынымен біраз ақпарат алып қалдық бұл мәселеде. Жалпы қорытындылай келе біз мынандай нәрсені айта аламыз, қорытындылай келе әлемдегі психология ілімі біріншіден ол кескінді білім емес, философия секілді. Екіншіден біздер мына нәрсені айта аламыз, психосоматика білімі, соның ішінде қазіргі кезде 20 және 21 ғасырдағы психологтардың, психосоматтардың ұсынып жатқан психосоматика дейтін ұғымы, жалпы идеясы бұл психологияға емес, керісінше банаға не деп айтамыз? Идеологияға жақын дейміз ғой. Жоқ, идеологияға емес, неге жақын? New Age па? New Age-ге жақын. New Age болса, соның ішінде жаңа ғасыр, кришнадан буддизм, синтоизм, дуализм сынды өмір сүру философияларын шығыс философиясына негізделген, олардың және сол банаға психосоматика ілімін қазіргі кезде Қазақстандағы психологтар ислами психология деп жеткізіп жүр. Және біз сізбен отырып солардың ислами психология деп жүрген сөздерінің ислам негіздеріне сәйкес емес екенін де айтып кеттік, тілге тиек еттік. Көп рахмет. Ұстаз, енді осы жерден сізге мынандай бір өтініш. Сол адамдарды тыңдайтын жамағатқа деп айтайық, сол адамдарды тыңдайтын жамағатқа, өйткені біздің аудитория көбіне діни аудитория, сол кісілерге қандай кеңес айтасыз, және олар не істеу керек? Бұларды ажырату үшін, біз айтқан мәселелерді ажырата алу үшін олар не істеу керек? Бана қарапайым жамағат не оқу керек, немесе кімді тыңдау керек деген секілді. Жақсы сұрақ. Енді бұл андай негізінен жеңіл мәселе. Бірақ қандай бар ғой, жеңіл мәселенің өзін іске асыру кейде қиын болады. Барлығы ойлайды, андай ілім алу қиын деп. Бұның шешімі негізі өте оп-оңай. Әрбір жерде мысалы қай бір өлкеге мысалы адам тұрып жатқан жеріндегі мысалы ең жақын мешітке барады, сол жерден ұстазды табады, ақида мен фиқхын үйренеді, негізгі нәрсесін үйренеді, сосын барып керек болса жаңағыдай өзінің жеке сұрақтарын қояды. Өйткені шатаспасам Фиқхул Акбар кітабында да келтіреді ғой, адамды бір жеке бір мәселесіне қатысты, әсіресе сенімге қатысты сұрақтар бар болса, бұл маманның алдына барып соны шешуі ана адамға уәжіп, міндет деп айтады.
осындай бір мәселе. Біздің проблема осы. Қазір ешкім ілім алғысы келмейді, ұстаздың алдында отырғысы келмейді, жеңіл жаңағыдай нәрсені қабылдағысы келеді, үйде отырып интернетті аралап лентасын листать етіп деген сияқты. Проблемалар да осыдан туындайды. Өйткені интернетте неше түрлі адам жүр. Бұда не жоқ қой, елек жоқ дейміз ба, призма жоқ қой, адамдар фильтр жоқ. Сондықтан біздің ғалымдар, мысалы Харис аль-Мухасибин Рисалатул Мустаршидин деген кітапта осы мәселені келтіреді. Астына шейх Абдул Фаттах Абу-Уд түсіндірмесіне келтіреді, жаңағыдай әр адам жаңа ұстазы болу керек деген жерде екі түрлі ұстазды қарастырады. Бірінші шейх тадрис, сабақ беретін ұстаз да. Енді мұндай ұстаз бен шәкірттің арасы тек қана кабинеттің ішіндегі мәселелер ғой. Университеттегі ұстаздар секілді. Сондай секілді. Сосын шейх мурабби болады да, онша шейх тәрбие. Тәрбие беретін шейх. Бұның айырмашылығы бұл тек қана мысалы ондай ұстазбен арасындағы байланыс, қарым-қатынас пен мәселе аудиторияның шеңберіне ғана болмайды. Аудиториядан тыс шыққанның өзінде жеке сұрақ қоясың. Бұл сенің жеке мәселең, мысалы сені қазір қандай мәселе мазалап жүр, соған қатысты сені бағыт-бағдар беріп жібереді. Бағыт-бағдар болғанда бана ислами негіздерге сай бағыт-бағдар. Ислами негіздер. Оның енді өзінің шарттары бар ғой, ислами ілім болу керек та. Күніміздегі біздің проблемалар осы. Адам не? Ислами ілім жоқ, жаңағыдай бірінші коучинг, психологтарға сөйтіп жазылады. Сосын барып, бұл да проблема туындағаннан кейін барып ұстазға барады. Бірінші ұстазға бару керек. Ұстазға барып негізгі ілім алады. Негізгі ілім алғаннан кейін бұл адам өзінде бір призма дейміз ғой, елек фильтр пайда болады да. Фильтр пайда болады. Мұны Абу Хамид аль-Ғазали Мизанул Амал деген кітабында келтіреді. 224-ші бетінде дейді, осы кейбір мәселелерді айтады. Яғни бірінші нақты шарттарды қояды да. Ең бірінші адам мына нәрсе ғылым ба, дұрыс емес па, дұрыс па, сол нәрсені бірінші ажыратып алу керек дейді. Яғни барған кезде, үйренген кезде. Бірден кіріп кетпес бұрын дұрыс емесін ажыратып алу. Демек, мысалы, мынандай ақида ілімі бар, фиқ ілімі бар, бұл нақты ғылым деп танылғаннан кейін ислам әлемінде бірінші соны үйренеді. Өзіне қажет не дейміз, ғылым хал дейміз ғой. Күніміздегі біздің адамдарға негізгі қажет болған нәрсе әлмул хал дейміз ғой, ғылым хал. Әр жеке адамның индивид ретінде өзіне тікелей қатысты үкімдерді үйрену. Саудагер болса, сауда бабын үйрену деген сияқты. Жалпы әр адамға ақида, яғни дұрыс сенім мәселесін үйрену керек, сөйтіп шашылмау керек. Көп адамдар шашылып кеткен себепті ғой, интернет неше түрлі адамдар тыңдайды. Осы бірінші шарт осы. Нақты қандай да бір ілім бұның шарттарына қарайды да, нақты ілім бе, миғяр ілім дейді ғой. Ілімге жата ма, жатпай ма дейді, соны ажырату керек. Кейін барып ішіне кіргеннен кейін нақты егжей-тегжейлі мәселесін барып үйренеді. Ең бірінші шарт осы. Сондықтан жаңағыдай, егерде жаңағыдай кісілер, оларда нақты фундамент бар болса, кез келген қандай да бір ақпарат шықпасын олардың алдарына, оларда не болады? Инструменталды нәрсе дейміз ғой. Олар жаңа құрал болады да, ажырата алатын. Сондай құрал болғаннан кейін әр адам өзін андай интеллектуалды мүмкіндіктерін дейміз ғой, соны хақларын өз деңгейінде ұстап қала алады. Ал жаңағыдай егерде әр адамда жаңа іргетас болмаса, онда Аллах тағала жаңа Құранда баяндады ғой, Аллаға жаңа не серік қосатын адамдардың тура сол мысалындай болып қалуы мүмкін. Сосын негізгі мәселе имам жаңа шейх Мұхаммад Саид Рамадан Бути өзінің кітабында келтіреді. Адамда инбихар деген нәрсені алып тастау керек. Қатты таңғалу дейміз ғой. Медиа личностьтарға, батыстан, неше түрлі басқа бір нәрседен келіп жатқан нәрселерге қатты таңғалмау дейді да. Өйткені біздегі проблема осы. Бізде мұсылман ретінде өзін құнды болып санап тұратын нәрсе жоқ. Хотя бізде негізі осы нәрсе болу керек. Аллах тағала айтады ғой, "Ва антумул а'лауна" дейді. "Ин кунтум муъминин" дейді да. Сендер мүмін, мұсылман болсаңдар, міне ең ұлық адам, ең мәртебесі жағынан ең жоғары адам сендерсің дейді да. Сендер ислами психолог болсаңдар емес, ислами жаңа феминист болсаңдар емес, либералист болсаңдар емес, пәленбай әртүрлі топ болсаңдар емес. Тек қана мүмін болсаңдар, сендер міне ең ұлық адам боласыңдар деп Аллах тағаланың өзі сипаттады. Сондықтан бізде осы комплекс неполноценности дейміз ғой, сол нәрсені кетіру керек та, оқытатын нақс. Сол нәрсені кетіру керек. Өзімізді исламмен ғана қашан біз толықтай байланыстырып, соған қатысты боламыз, сол кезде ғана бізде былайша біраз проблемалар, иншалла проблемалар шешілейін деп тұр осындай жолмен. Көп рахмет сізге, Алла разы болсын. Уақыт бөлгеніңізге. Онда осымен біздің сұхбатымыз тамам, және бұнымен аяқталып қалмайды деп үміттенеміз, иншалла. Алла қаласа тағы да келесі жалғасы болады деп сенеміз. Ендеше құрметті көрермендер, біздер осымен сұхбатты тамамдаймыз. Каналға, арнаға жазуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, және осы подкастты достарыңызға, туыстарыңызға таратыңыздар.